осындай джогер тігейін деп жатырмын. Мен жақ қойып кетемін суретін. Иә, мен жаңа бүкілін өлшеп, міне осындай қидым. Міне бір жағына артқы жағы осы үлкен болу керек, ал екінші жағы осында кішкентайлау болу керек. Мен осында клетка қағазға қиып алдым бәрін. Және де мынау қалтасын осындай қылдым. Және де мен оны осындай жерге тігемін. Міне қағазбен алдын ала қиып алғанмын. Енді оны матаға өлшеп, және де осындай тігіске 2 сантиметр қалдыру керек. Достар, және белін қиып алдым. Міне мына беліне сантиметр, мындай жері 7 сантиметр, және ашқан кезде 14 сантиметр болады. Міне осындай белдік, және оны осы міне матаға осы тігетін боламын. Сол үшін міне осыны қағазға қиып алдым. Достар, мен алдын ала тігу үшін осындай сатып алғанмын. Менде ондайлар жоқ болды. Және де тігу машинаға инесі, және де жіп орайтын осындай. Және де осындай мата. Мен осындай сұр түсті алдым. Бұл кішкене қалынырақ, бірақ қатты қалың емес. Міне осындай. Ішінде осындай бар, және сырты хлопок. Міне осындай матадан қазір шалбар тігетін боламын. Бірінші бұны пішіп алу керек. Міне шашылып жатыр, потому что пішу оңай емес. Достар, міне матаның үстіне қойып қойдым. Енді осыны сызу керек маған осылай. Одан оны пішемін, яғни қиямын. Достар, мен мына жақтарын қидым. Енді сызған бойынша мына жерде қию керекпін. Достар, міне бәрін қиып шықтым. Енді осылардың бәрін осындаймен қыстырып қоятын боламын, алдын ала тігу үшін. Достар, міне осылай тігу керекпін. Тігетін жерлерге осы міне ине тығып қойдым. Мына жақтарын қосу керек, белін бәрін бір-біріне қосып істеу керек. Және де клеш болмайды. Мен ұзынырақ алып қойыппын, енді осыны аяғын осы байлайтын боламын. Достар, маған қалтаға жетпей қалды. Міне қалтаға осындай 2 мата, ашық жағы тұратын жерде, ал мынау артқы жағы сосын көрмегендіктен, мата жетпегендіктен осы 2 жақтан осы қосып қойдым. Енді мына 2 жақты тігемін. Сау керек артық жақтар міне. Сол тігуге, келесі тігуге кедергі кетеді. Міне ашқан кезде осыны не істейміз, және де мына жағын ыңғайлы болу үшін түктеп қоюға да болады. Міне осылай болып тұрады. Ішкі қалтасын қолына тыққан кезде міне. Енді міне мына жағы оң жағы, мынау артқы жағы басқаша. Мынау алдыңғы жағы, мынау шалбардың артқы жағы. Міне енді осы алты жағы мен алты жағын бір-біріне қосып тігетін боламыз. Күн шығып тұр. Міне енді осы жерді былай тігеміз. Міне тік болдым. Енді мына жағы артық жерлерін бәрін алып тастап, қиып тастап, жіптерін бәрін алып тастап, екінші жағын да дәл солай тігеміз. Міне мынау оң жақтары алдыңғы, мынау артыңғы жақтары. Екіншісін дәл осылай тігеміз. Міне достар, міне екі жағын да тіктім. Мінекей. Енді мына жер қайтып томпайып тұрмау үшін кішкене сантиметрдей осылай мына жерді осылай тігіп шығуымыз керек. Міне екі жағында осылай тігіп шығамын. Міне осылай екі жағын міне тіктім осылай. Енді қалтасын істеу керекпіз. Достар, міне қалтасы, мына ішкі жағы және мына екі жағы бірдей болу керек. Міне артқы жақтары міне осы қысырып қойды. Мына жердің бәрін тігеміз. Міне достар, тігіп болды. Міне осы қалтасы болады. Мына алдыңғы жағы. Міне осылай болып тұр керек. Міне жаққа қолында салатын қалтасы міне. Осылай шығу керек. Достар, біз мынау қалтасымен мына жақты бірге қосып, бірге тігуіміз керек. Осылай мына жақтан осы алып та қазір осы тігеміз. Одан кейін мына жағын екеуін былай біріктіріп,
мына жақтан осы аяғын дейін тігіп шығамыз. Достар, міне қалтасы тігілді, мына жағы тігілді, және де мына жағы тігілді. Міне мына екеуін бірге қосып керек, және де мына осы астында қалады осылай. Міне осылай да қастық болды. Мен тура солай екінші жағын тігу керек. Егер осында артық жіптер болса, оны қиып тастау керек. Міне мына жақтардың бәрін тігіп болдым. Достар, қараңыздар, мына жақты оң жақ қылып аламыз да, анау артқы жағын аламыз. Екі аяғының орталарын біріктіру керек бізге. Ол үшін жаңағы оң жақты алып, керісінше тігілген жаққа қарата кіргіземіз ішіне. Міне осылай кіргіземіз. Осы мына бір жақты қылып, негізі мына жақта үтіктеп қойған дұрыс, екі жақта. Міне бір оң жаққа қарап тұрса, мына екінші жақ былай қарап тұру керек, екі жаққа. Осы екен бірде қалып, мына жақтан былай бәрін тігіп шығамыз. Мен қазір оны осындай инелермен біріктіріп сіздерге көрсететін боламын. Достар, міне қыстырып қойдым. Енді мыналардың бәрін осы қыстырған бойынша тігу керек мына жағына дейін. Міне достар, міне мына жерде тігіп болды. Міне осы шықты. Енді мына оң қаратып көретін боламыз қалай шыққанын. Достар, міне мына белдігі. Міне осы қойдым. Біріне жапсырып қойып, енді мына екі полоска арқылы осы тігіп, мына резинканы сатып тігетін боламын. Бел жағы. Достар, міне қалтасы тігілді. Белін осы тіктім, міне. Ой. Мен осы тігіп шықтым. Артық жерін қиып тастауға болады. Міне осы шықты. Енді мына аяғы тігілмеген. Енді сол аяғын дәл белі секілді осылай қайырып тігетін боламын. Міне нәтижесі осылай шықты. Маған қатынап тұр. Сіздерге де ұнаса, егер ұмыта алатын болсаңыздар, осылай тігіп көріңіздер. Өте әдемі шығады екен. Мен ойымша өте Достар, мен жаңа джогерді қалай тіккенін көрсеттім. Бұл джогерді қаншама уақытым кетті, өйткені мен пішу онша қатты білмеймін ғой, сондықтан соған пішуіме көп уақыт кетті. Тігу онша қатты қиын болған жоқ. Бәрі де оңай екен, бірақ пішу жағынан ғана қиын. Достар, егер видеоны лайк басамыз, комментарийға сіздерді мен сияқты джогер тігіп көрдіңіздер ме, соны жазып кетеміз. Енді мен видеом аяқталды. Бәріне пока-пока!